Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ағылшын тілінде футболға қатысты барлық сөздерді үйренетін боламыз. Ал, онда кеттік. Қазіргі таңда 5 жастағы кішкентай баладан 70 жастағы үлкен аталарға дейін негізі футбол көргенді жақсы көреді. Сондықтан мен бұл видеоны жалпы футболға арнағым келдім. Футбол деген сөздің өзі екі сөзден тұрады, я? Foot – аяқ, ball деген доп. То есть, не үшін футбол деп аталатыны уже, как бы логично, да? My father loved football. Және ең бірінші адамдарынан бастайық. То есть, футбол ойнайтын адамды біз не деп айтамыз? Футбола. Футболист деп позор шығарып жүрмеңіздер, себебі футбол немесе player. For example, the team consists of 11 players or footballers. То есть, команда 12 ойыншыдан немесе футболшылардан тұрады. Или 12 ма? Нет, 11 адамнан тұрады. Допты воротаға кіргізбей қорғап тұратын адамды, яғни вратарь, goalkeeper. Бұл сөзді негізі бөлек-бөлек алып қарасаңыз да, вратарь деген сөзге келеді, себебі goal деген гол кәдімгі кіргізетін, keep деген ұстау, IR деген уже адам. Сонда goalkeeper, вратарь. Атака жасап жүретін адам forward. Өзінің воротасына голды кіргізбей, соны қорғап жүретін адам, яғни защитник. Defender немесе back. Defender немесе back. Полузащитник деген өте қызық, қараңыз. Halfback. Half деген полу, back деген защитник, сонда логично как бы halfback. Келесі сөз coach. Coach деген тренер, я? Негізі көбісі coach деген сөзбен шатастыруы мүмкін, ол диван дегенді білдіреді. Айырмашылығы тек қана бір-ақ әріпте шатаспаймыз, coach деген тренер. Ал судья дегеніміз ол referee. Негізі judge деген сөзбен кейбір адамдар шатастыруы мүмкін. Judge деген сөзді мүлде футболда қолданбаймыз, себебі ол сот орындаушысы ретінде қолданылады да. Ал футболда судья деген referee. Ал мынау екі сөзді сіздер білулеріңіз мүмкін. Олар football team, то есть футбольная команда. Team деген команда, football team. Inkling. I know his fantasy football team cratered. Немесе болельщики, то есть белгілі бір командаға болеть ететін жанкүйерлер, я? Fans. Немесе crowd деп те айтады оларды. Crowd деген толпа. There's no fans allowed on that field. Ал егер сіз шот айтқыңыз келсе, мысалы Қазақстан Испанияны 2-1 деген шотпен ұтты деп айтқыңыз келсе, the score was 2-1 for Kazakhstan. Тура аудармасы есеп 2-1 Қазақстан құрамасының еншісінде. Ал егер шот 0-0 болатын болса, онда it was 0-0. Ешқашан ағылшын тілінде футболда 0 деген қолданылмайды, тек қана it was 0-0. Ал егер шот ничья болатын болса, онда draw деген етістікті қолданасыздар. Мысалы, Қазақстан мен Польша drew 1-1. Қазақстан мен Польша 1-1 деген есеппен аяқтады. Ал енді сөйлеп үйренейік. Егер сіз біреуден ағылшынша сен қай командаға болеть етесің деп сұрағыңыз келсе, which team do you support? Сен қай командаға болеть етесің? What team do you support? Екеуі де which-ті де what-ті да қолдана берсеңіздер болады. Ал егер өзіңіз айтқыңыз келсе, мен осы командаға болеть етемін, осы команданың мен жанкүйерімін деп айтқыңыз келсе, I root for Chelsea. I'm a fan of Chelsea. I support Chelsea. Немесе I cheer for Chelsea. Жалпы мен өзім өмірде ең қолданылатыны I'm a fan of Chelsea. Ал енді сіздерге сұрақ. Which team do you support? Сіз қай командаға болеть етесіз? Астына ағылшынша міндетті түрде қай командаға болеть ететіңізді немесе қай команданың жанкүйері екеніңізді жазуды ұмытпаңыз. Себебі адам жазған кезде оның миы автоматты түрде есте сақтайды.
ойынды ойнатылатын жер туралы айтайық. Стадион, stadium. Иә, ең әлемдегі үлкен стадионды білесіз бе? Сіздерге бір подсказка, Барселонада орналасқан. Астына атын жазуды ұмытпаңыздар. Я, конечно, не умею играть в футбол. Голпост, штанга. Не, ворота деген bar. Негізі, ең оңай сөз бұл жерде ворота деген bar. Себебі бар кәдімгі кафедегі немесе ресторандардағы бар сияқты. Ворота дегеніміз bar. Және футбольный форма kit. Мен бүгін өзімнің інімнің футболкасын киіп алғанмын. Негізі есімі Мадина, інімнің аты Мадияр. Бут деп ешқашан айтпаймыз. Футбол бут. Бүгінге осы. Сіздерге қойылған екі сұрақ болды. Біріншісі, which team do you support? Екіншісі, әлемдегі ең үлкен футбол стадионы қалай аталады? Ал егер сіздерге видео ұнаған болса, онда лайк басуды және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.